Ньютонның үшінші заңы бойынша дене шеңбер бойымен тек қана центрге тартқыш күштің әсерінен қозғалады. Егер ай орбита бойымен айналса, онда қандай да бір күш айды жерге тартып тұруы тиіс дегенді білдіреді. Тарихқа көз жүгіртсек, бұл күштің табиғаты ауырлық күшінің табиғатымен бірдей екендігін алманың ағаштан құлағанын бақылаған кезде Ньютон түсінген. Ол сонымен қатар өзіне белгілі болған бүкіл әлемдік тартылыс заңын пайдаланып, күн жүйесіндегі барлық аспан денелерінің қозғалысын анықтаған. Ол кез келген екі дене бірін-бірі тартады деген дұрыс шешімге келген. Денелер арасындағы тартылыс күші гравитациялық күш немесе бүкіл әлемдік тартылыс күші деп аталады. Сонымен қатар, күн жүйесіндегі барлық аспан денелері тартылыс күші арқылы байланысатынын түсінген. Кез келген екі масса бір-бірін тартады деген дұрыс тұжырымға келді. Денелердің өзара тартылу күші бүкіл әлемдік тартылыс күші немесе ауырлық күші деп аталады.